Украина дүйсенбіге қараған түні Мәскеуге қарай 400-ден астам дрон ұшырды. Дрондардың бірі мұнай қоймасы мен логистикалық орталыққа тиген. Украина президенті Владимир Зеленскийдің айтуынша, Украина күштері Қара теңізде көлеңкелі флотқа тиесілі 2 танкер мен 4 жүк кемесіне соққы берген. Баллистики. Ресей билігінің мәлімдеуінше дрондардың басым бөлігі Астанадан алыс жерге атып түсірілген, ал 85 дрон Мәскеу маңында ұсталған. Мәскеу билік өкілдерінің айтуынша, украиналық дрондардың шабуылынан 10 адам жараланып, бірнеше тұрғын үй мен азаматтық инфрақұрылым нысаны зақымдалған. Шабуылдар екі тарап арасындағы қақтығыстар демалыс күндері күшейгеннен кейін болды. Жексенбі күні Ресей Киевке баллистикалық зымырандармен соққы берсе, сенбіде Украина Мәскеу маңындағы Ресейдің ең ірі онлайн маркетплейстерінің бірі Wildberriesке тиесілі қоймаларға шабуыл жасаған. Жергілікті бақтың хабарлауынша, Украинаның соңғы шабуыл кезінде ресейлік онлайн сатушыға тиесілі тағы бір қоймада өрт шыққан. Қақтығыстың күшеюі соғыстың әзірге аяқталмайтынын көрсетеді. Алайда Киев Ресей астанасына жасалған соққылар Ресейдің шабуыл жасау мүмкіндігін әлсіретуге және Кремльге келіссөздер жүргізуге қысым жасауға бағытталғанын мәлімдеді.